бір ауыл ғой, бір ауылда жаңағы бір көшеде бір жетім бір жесір болады ғой өзі. Әр көшені бүйтіп қарап отырсаңыздар бар ғой, бір жетім бір жесір болады. Неге әр көшеде сондайды беріп қойған десек, ана көршілеріне сынақ ретінде беріледі екен ол адамдар. Құдай тағала ертең соның көршілерін кәдімгідей тұрғызып қойып сұрайды. Так, осындай адам болды ғой, жетім. Көмектестіңдер ме? Көмектестіңдер ме? Деген кезде не болады? Көмектеспедік десең, сол кезде қызық басталады дейді. Сол бір жесір әйел болған екен, 5-6 бала шағасы бар екен, көп балалы ана екен, күйеуі қайтыс болған. Сонымен көршілері машалла жәрдем беріп тұрады екен. Бар екен сондай көршілер. Жәрдем беріп тұрады екен. Әр аптада, әр айда бір қой, бір не, жаңа продукты деген сияқты. Сонымен Құдайдың құдіреті Құрбан айт жақындап келе жатады. Көршідегі бір жігіт әйелімен ақылдасып, не қылып, бір осы биыл құрбандық шалайықшы, бір жақсы, сол жинап жүрген кішкентай ақшамыз бар деп. Ойба, әйел де қуанып кетеді, машалла деп. Баласын ертіп алады да, сонымен неге барады ғой, мал базарға барады. Мал базарға барады да, ең жақсы қой, Құдайға арналған қой ғой дейді да. Ең жақсысынан алайыншы, осы сараңдық қылмайыншы осы жерде деп. Жаңа қойды алады анау. Қойды алады. Жаңа жарықтық сатқан адамдар да қатырмаған екен, мүйізіне байлап берген ғой нені, жіпті. Ол анау жүрген кезде мүйізіндегі жіп шығып кеткен ғой оның. Тура үйге жақындағанда шығып кетсе бола ма? Есік ашық тұрген жаңа жесір апамның үйі. Сол үйге қарай қой жүгіріп барып, ашық тұрған есікке кіріп кеткен ғой бар. Үйден сөйтсек әпкеміз шығып жатыр дейді. Аллаху акбар дейді, кеше ғана дұға қылып едік деп ше. Мына Құрбан айт жақындап келе жатыр, балаларға бір ет болса, не болса деп дұға қылып жатыр. Алла разы болсын, көп-көп рахмет деп айтып жатыр дейді жаңа. Мына қолында жіп тұр мына. Не дейді енді? Жо, апа үйге алып едім оны деп қалай айтасың ғой? Андай қылып айтып тұрғандай. Болды, апа Алла қабыл етсін деп шығып кеткен ғой. Ал үйге бар енді, ана үйде отыр ғой біреу. Қалай айтасың, бүкіл жинаған ақшаң кетіп қалды. Сол үйге барып айтады дейді. Сонда, в общем, кетті бір қой. Осы сен өмір бақи жолың болмайды. Деген сияқты не бір әңгімелер болған ғой, енді бәрін айтып не қылайын. Жобасын біліп отырсыздар ғой. Сонымен Құдайдың құдіреті Құрбан айтта келеді ғой. Құрбан айт күні қандай намаз оқиды? Қандай? Құрбан айт күні қандай намаз оқиды? Айт намазын оқиды ғой, не қорқып отырсыздар, айт өрмейсіздер. Айт намазын оқиды ғой, дұрыс қылама. Айт намазын оқиды. Құрбан айт күні айт намазын оқиды. Ораза айт күні айт намазын оқиды. Тәкбірлер, Аллаху акбар, Аллаху акбар деген тәкбірлермен. Сол қараңыздар, айт намазына барады, таң намазына барады бұл. Айт намазы емес, таң намазына барады, жамағатпен оқиды, настроение жоқ. Бәрі құрбан шалайын деп жүр, бұда қой жоқ. Сол таң намазын оқып шығып келеді, дым настроение жоқ. Қой деп айқайлап тұр дейді, мешіттің алдында бір жігіт. Енді біле салайық дейді ғой, қызыққа не болды. Бауырым, қойғанша дейді ғой. Қалтасында ақша жоқ. Қойғанша дейді. Қанша дегенде таңдап алсай бірінші деп айтады дейді. Сонымен таңдаған ғой қоймағаннан кейін. Дәу біреуін таңдаса, бауырым мен Құдайға нәзір қылып қойып едім деп айтады дейді. Нәзір Құдаймен договор ғой жасалынады. Бүйтсең мен сөйтем деген Құдайға. Құдайым, егер де менің осы шаруамды бітіріп берсең, сенің жолыңда 3 күн ораза ұстап берем. Құдай, егер де бүйтіп түсінікті ғой, сондай ғой, сол нәзір деп аталады. Сонда қараңыздар, ана жігіт нәзір қылған екен. Я Раббым, егер де қойымның санын осындайға жеткізсең, Құрбан айт күні ең бірінші сұрақ келген адамға сенің жолыңда тегін берем деп айтқан екен құрбандықтың малын. Кешегі сатып алғаннан да семіз қойды алып тұр ғой мына жігіт. Көрдіңіз ба, қалай Құдайдың махаббат қой, бұл жерде махаббат. Тасташы, бір жасай қойық деп бұйырмады бізге, тасташы. Десең, тастайды Құдай сен, болмайды. Құрбандық шалылмай қаласыз. Сонда ана Құдайдың құдіретімен жаңағы семіз малды құрбандыққа шалды дейді ғой жаңа бауырымыз. Бұл болған оқиғаны айтып жатырмын мен сіздерге.